Hi everyone, қалайсыздар? Бұл Думан Ерханат, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Өткен видеода біз 2022-де трейдинг инвестиция саласын қалай бастау керегін сіздерге айтқан болатынбыз. Көрмеген болсаңыздар, төмендегі ссылканы басып көріңіз. Ал бүгінгі видеода біз алаяқтардан сақтанудың 5 жолын айтамыз. Қазақ халқы әлемде көшпенді халық ретінде танымалмыз. Осыған орай барлығымыз кез келген затқа тез қол жеткізіп, жемісін тез көргіміз келеді. Осындай ерекшелігіміз өкінішке орай бізге теріс шығатын жағдайлар жиі болады. Мысалы мен трейдинг саласымен айналысып жүргеніме 5 жылдай уақыт, ал Америка құрама штатында өмір сүріп жүргеніме 9 жылдай уақыт болды. Америкада алаяқтар өте аз. Ал Қазақстанда соңғы 2-3 жылдың ішінде халықта 200-300 миллион теңгеге алдап кеткен алаяқтар бар. Әрине неге соншалықты біздің халықтың сенімшіл екенін анықтау үшін бір видео жетпес. Алайда осы видеода алаяқтарға қалай алданбаудың 5 жолын айтамын. Біріншісі қаржылық сауаттылық, яғни біз басқа жобаларға инвестиция жасамас бұрын алдымен өзімізге инвестиция жасау. Уоррен Баффет айтқандай, the best investment is investing to yourself. Егер сіз қаржының қалай өсу, қалай басқару процесін жақсы білетін болсаңыз, осындай күмән тудыратын схемаларды лезде біліп қояр едіңіз. Екіншіден, зерттеу, яғни зерттей келе ғана инвестиция жасау. Біреуге ақшаңызды басқаруға бермес бұрын ұсынысты толығымен тексеру. Компания нарықта қанша жыл, өзінің клиенттері бар ма, адресі қандай, салығын дұрыс төлеп жүр ма? Яғни, инвестиция жасаған кезде барлық кішкентай факторлар маңызды. Алаяқтардың ең басты алдау тәсілі ол гарантия беру. Есіңізде болсын, тіпті 100 жылдық тарихы бар ірі үлкен компаниялардың өзі де сізге гарантия бере алмайды. Яғни, әрбір компанияда, инвестицияда риск бар. Үшіншіден, эмоциямен шешім қабылдау. Яғни, бұл иллюзияның құрбаны болу. Мысал, сізге $1000-дан $100,000 жасап берем десе, сіз эмоцияға беріліп, сол ақшаңызды ойыңызда құртып үлгердіңіз. Бұл алаяқтардың басты жолдарының бірі, яғни олар сізге үміт сатады. Әрине, бұдан бас тарту өте қиын, бірақ кез келген жағдайларда суыққандылықты сақтауға тырысыңыз. Төртіншіден, шыдамсыздық. Бұл маңызды факторлардың бірі. Трейдинг инвестиция саласы кішігірім темпімен ақырын өсетін процесс. Кейбір жағдайларда бізде ақшамыздың 3-4 есе өсуі, тіпті 10 есе өсуі ұсыныстар келіп жатады. Осы кезде біз шыдамдылық танытып, ойлануға, шешім қабылдауымыз қажет болады. Егер сіз өзіңіз трейдинг инвестициясымен айналысатын болсаңыз, міндетті түрде шыдамдылықпен жұмыс жасаңыз. Бір жылда $100 жасаған, бір айда $1000 жоғалтқаннан жақсы. Investment is a marathon, not a sprint. Бесіншіден, соңғы шешімді өзіңіз қабылдау. Яғни осы видеоны мен жасау, зерттеу барысында көптеген адамдар туыстарының немесе достарының кеңестері бойынша ақшаларын салып жіберетінін байқадым. Ақшаға байланысты затқа ешқашан басқа адамды араластырмаңыз. Себебі соңғы шешімді сіз өзіңіз қабылдауыңыз керек. А осы шешімді қабылдау үшін алдыңғы 4 факторды қолдана отырып жасаңыз. Қорытындылай келетін болсақ, алаяқтарға алданбаудың негізгі 5 жолы бар. Олар: біріншіден, қаржылық сауаттылықтың болуы, екіншіден, зерттеу, үшіншіден, эмоциямен шешім қабылдамау, төртіншіден, шыдамдылықтың болуы, бесіншіден, соңғы шешімді өзіңіз қабылдау. Alright, достар, бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Егер сіздерде сұрақ болса, төмендегі комментарияға жазып кетіңіздер. Немесе менің Instagram парақшама жекеге жазсаңыздар болады. Каналды қолдап, subscribe, like, репосттарыңызды аямаңыздар. Сіздермен болған Думан Ерханат. Көріскенше.